Бәріне сәлем, бүгін сіздермен екі ғана ингредиенттен тұратын осындай шоколадты кремнің рецептімен бөлісемін. Өзінің формасын өте жақсы ұстайды, кез келген тортқа жарай береді және өте оңай жасалады. Мен бұны осындай шоколадты тортқа қолданған болатынмын. Міндетті түрде осы рецептпен қайталап дайындап көріңіздер. Кез келген тортқа күшті дәм беретін крем. Кремімізді жасау үшін бізге 33%-дан жоғары сливки және осындай шоколад керек болады. Өзіңізге ұнайтын кез келген шоколадты алсаңыздар болады. Алдымен сливкимізді қайнатып аламыз, яғни қайнағанға дейін ғана ұстаймыз. Осылай венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Кейін сливкимізді оттан алып, шоколадтарымызды бөлшектеп саламыз. Салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса шығу керек бізде. Енді бұл шоколадты массамызды ыдысқа саламыз. Кейін қандай ыдыста миксерлестер, сол ыдысқа салып қоямыз. Үстін салафанмен не болмаса пищевой пленкамен ораймыз да холодильникке жібереміз. Кемінде 2-3 сағат тұруы керек. Не болмаса бір түнге де қойып қойсаңыздар болады. Кейін тоңазытқыштан алғаннан кейін миксерлейміз. Кейін бірнеше минут миксерлеген кезде біздің массамыз осылай қою бола түседі. Сонымен біздің креміміз дайын. Міндетті түрде осындай шоколадты кремді жасап көріңіздер.